мынандай оқиға болды. Бұл Заңзаңғар компаниясы берген роман. Біздің кеңестерге жазылу 2000 теңге ғой, сөйтсе 2000 теңге төлеген бір кісі. Сөйтіп содан енді аузына келгенін айтып жатыр жаңағы адам. Алаяқсыңдар, алаяқ екендерің көрініп тұр деп 2000 теңге. Бүгін кеңеске жазылған, оны кеңес беріп үлгере алмай жатыр, және кеңес керек емес деген. Сөйтіп 2000 теңгені қайтарып бер, милиция, полиция, андай мұндайға барам деп айтып жатыр да, енді таң қалам, мұндай жиі болмайды әрине, бірақ анда-санда болып тұрады. Енді ағайын, жалпы айтайын дегенім, 2000 теңгеге бола біреулерді бекерге айыптамаңдаршы. Енді 2000 теңгелеріңді алып алып біз қашып кетпейміз. Біздің әлеуметтік желіні көріп тұрсыңдар, жазылып тұрсыңдар, хабарлама келіп тұр, жауап беріліп тұр. Енді 2000 теңгеге бола үлкен ауыр сөздер айтып, құлқындарыңды ақша жеп баратыр. Ауыздарыңды ашсаңдар ақша, алаяқсыңдар, оңбағансыңдар, алдап кетейін деп отырсыңдар, мен соны білдім, ақшаны қайтар деп бекер бізді айыптамаңыздар. Біз өйтіп істемейміз. Біріншіден, Заңзаңғар компаниясы өйтіп істемейді. Екіншіден, 2000 теңге бір үлкен сумма емес, сондай бір алаяқтық жасады деп, алдады деп, өтірік алдап ақшаны алып жатыр деп айыптайтындай үлкен сумма емес. Соны ескеруді сұраймын. Бекерден бекер өздеріңіздің нервтеріңізді, жүйкелеріңізді жұқартып шаршатпаңыздар. Бәрі позитивте, бірақ көп адамға Алла разы болсын, баршасы риза болып, қуанып, 2000 теңгенің ол қымбат емес екенін, басқа кеңесте, басқа адвокаттар болсын, заңгерлер болсын, кеңеске жүрген кезде кемі 5 мыңнан, 10 мыңнан, 15 мыңнан төлейтінін айтып жатыр. Біздің 2000 теңгелік кеңесімізде 60 мың теңге тұратын бекерден бекер курс сатып алдым деп айтып жатқандар бар, риза болып. Мысалы үшін атқарушы жазбаның немесе аресті 1 сағатта, 2 сағатта, 3 сағатта жоям деген курстарды адамдар сатып алған, кейбір адамдар 30 мыңға сатып алдық деген болды, 60 мыңға деген болды. Соны сатып алып, 300-іне еш нәрсе бітіре алмағандар болды. Онлайн займдар бойынша. Олардың да күшін қалай жоюға байланысты 50 мың, 60 мың, ұмытып қалмаса біреу 120 мың төледім деді ма, соны күшін жоюға мәселені алу үшін. Бірақ 300-інде оны түкке жарамай, бізден кеңес алып, әрмен қарай жұмыстарын бітірген 2000 теңгеге. 100 мың теңгеге алған курсы еш нәрсеге жарамай, 2000 теңгеге бізден кеңес алған. Сондай оқиғалар болды. Бір кісілер болды, тіпті біреулерден кеңес алған 10 мың теңгеге. Сондай кеңесті сендер 2000 теңгеге бердіңдер деп өйдіп айтып риза болған адамдар да бар. Жалпы көпшілік жақсы, рахмет, Алла разы болсын, сіздер қолдап жатсыздар. Сіздердің арқаларыңызда, сіздердің жаңағы дұғаларыңызда Рауан бақытты бол, Заңзаңғары молодец, сендер алға баса беріңдер, істерің адал, сендер күштісіңдер, сендер мындайсыңдар деп бізді мақтаған сайын, бізде лепіріп, қуанып, риза болып, сіздерге қызметтерімізді барынша жетілдіруге жұмыс істеп жатырмыз. Ал енді жаңағындай ренжіп, бекерге айыптайтын адамдарға тағы да айтарым, біз сіздерді алдамаймыз, алдау ниетімізде де жоқ, оны ойламаймыз да. Ал енді 2000 теңге ол сондай бір үлкен сумма емес, бітті деп, деп жүгіретіндей. Жақсы ағайын.